Қартайғанда қу қақпас атандым. Балам сөзіме сенбей отыр. Келінімнің әңгімесін телефонға жазып алып тыңдатсам ба? Болған оқиға. 45 жыл бір мектепте табан аудармай еңбек еттім. Бастауыш сыныбынан сабақ бердім. Қазір де қарап отырмаймын. Немерелерімнің тапсырмаларын қадағалап, үйге әйтеуір бір пайдамды тигізейін деп айналшықтап жүре берем. Бірақ сонымды жалғыз келінім түсінбейді. Сіз осыны істеуге міндеттісіз деп айқайлағанда шалқамнан түсе жаздадым. Гүлмира менің жар дегенде жалғыз баламның әйелі. Құдай маған бір ғана ұл берді. Бәлкім, күйеуім марқұм тірі болғанда артынан ерер ме еді. Ауған соғысына қатысқасын денсаулығы онша болмай мені ерте тастап кетті. Өлерден алдын баламды ешкімге жаутаңдатпа деп өтінген. Сол бір ауыз сөзі үшін екінші мәрте тұрмысқа шықпадым. Бар үмітім ұлым. Соны қатардан кем қылмай өсіру үшін жан таласып жұмыс істедім. Жоғары білім алсын деп мұғалімдікке қосымша саудамен айналысып, әріптестеріме оны-мұны апарып сатып күнелткен кездерімде болды. Несін жасырайын, балам жұмысқа тұрса, үйленсе, немерелерім болса, бұл қиындықтың бәрі артта қалады деп болашаққа үлкен сеніммен, үмітпен қарушы едім. Бірақ олай болмады. Мына Гүлмира деген келінді балам 29 жасында бір-ақ тапты. Үйленші деп жалынып, қаншама қызды өзім көрсетіп, арасынан таңдап алғаны еді. Бұл қыз менің әріптесімнің жиен сіңілісі боп келеді. Сенің балаңа менің сіңілім бар, деп суретін көрсетіп, сылтауратып мектепке шақырып көрсетіп, екеуміз 2 жаста үйлендіргеміз. Басында балам онша ұнатпай, мен тайлақ емеспін деп қашықтаған. Осы қыз жақсы келін болады деп қоймап едім. Қаншама жыл бойы ұлымның тойына деп жиынғанымды шаштым. Өзім неше жыл армандаған келінімді қолыма қондырып, шаңырағымызға әкелу үшін барлығын жасадым. Күйеуімнің араласпай кеткен туыстарына дейін қозғау салып, тойымызға ортақтастырып, Алматының төрінде ұлан-асыр той жасадық. Келінім бастапқыда жайдары еді. 2 жылдай мінезін көрсетпеді. Немерелі болғанша күш-қуатым бар ғой, жұмыс істей берейін деп зейнетке шықсам да мектепте болдым. Шамасы сол аралықта келіннің тәрбиесіне мән бере алмадым ғой деймін. Өзің білесің деп бәрін соған сілтеп қоя салушы едім. Қазір оның мінезі мен тілі қоса шықты. 4 бала тапқалы төбемді ойғысы келіп түрлі әрекеттерді жасап бағуда. Қан қысымы деген бәле болды. Ойламаған жерден ұстап қалады да басымды көтере алмай жатам. Ондайда мазам болмай тұр. Бір шайнек көк шай демдеп берші деп айта алмаймын. Өлмейсіз, өзіңіз дәмдеп алыңыз. Қолым бос емес деп бөлмесінен шықпай жата береді. Құдай кіріптар етпесін. Төсек тартып қалсам аузыма бір қасық су тамызбайтын біреу болды. Өткенде құрбылармен кездесуге кетті. Кеш батқанынша үйге келмеді. Аңқау басым тоңазытқышқа пісіріп салып кеткен тамағын көрмеппін. Балам келсе аш қалады ғой деп күйбеңдеп көже істедім. Келінім баламнан жарты сағатқа ерте келді. Қызым-ау, сонша кешіктің ғой, кешкі тамағыңды ойламадың ба деп сөйлегенім сол еді. Не болды сізге, ұш шығарып, істеп кеткен мен? Көзіңізді ашып қарамайсыз ба деп айқайласын. Көрмей қалыппын, жарайды. Ендеше сен, апа, бүгінгі тамақ дайын деп неге айта салмадың? Кешігіп келетінді неге ескертпедің деп сөйлеп ем. Басым ауырып тұр, сіздің мұжыңызды тыңдайтын шамам жоқ. Шыңшы кухнядан деп кеудемнен итеріп-итеріп шығарып жіберді. Мұншалықты қорланбаспын, жылап қалдым. Көп етпей үйге балам келді. Болған жағдайды жаймен айтып ем. Мама, Гүлмира ондай емес. Бірдеңені дұрыс түсінбей қалған шығарсыз. Әрі-беріден кейін өзіңіз таңдап әпердіңіз ғой оны деп жүре тыңдады. Келінім мен ұлым жұмыста болғанда немерелерімді қарап қаламын. Өзім мұғалім болғандықтан олардың оқу сызуына ерекше мән беремін. 2 немеремнің сабағын оқыту, мектепке апару, олардың жиналыстарына бару тәрізді жұмыстар менің мойнымда. Бірақ осы жасқа келгенде осыншама істі тындырып отырсам да келіме бір жақпай қойдым. Келін ұлымның көзінше мүлдем басқа адам. Ол келгенде мені оның көзінше апалап, мамалап, асты үстіме түседі. Кейде оның бұл қылығына қарадай өзім ұяламын. Ал ұлым іссапармен Астанаға немесе басқа қалаларға кетсе, маған маза жоқ. Келінімнің әбден беті ашылғандығы сонша, қу қақпастан бастап небір ғайбат сөздерді маған айтудан тіпті именбейтін де болып алды. Кейде немерелеріме, барыңдар, ана қу қақпаспен далаға шығып келіңдер деп айқайлайды.
Сіңілісінің мінезін әріптесіме талай мәрте айттым. Қойшы, ол ондай адам емес деп сенбейді. 4 баласы бар даптардай адамды қуып жіберуге де шама келмейді екен. Отырсам опақ, тұрсам сопақ етті. Осы күні келіннің маған айтқан сөздерін жазып алып балама тыңдатсам ба екен деп қоям. Бірақ соның кесірінен екеуі ажырасып кетсе, немерелерімнен ажырап, шынымен қу қақпас ата-анам ғой. Баламның бақытына балта шапқым келмейді. Қайтейін? Енді Құдайдан әр намазымда келініме иман бер, жүрегіне мейірім сал деп тілегеннен басқа амалым қалмады. Күнім құрсын. Жесірлікпен өткен жастық шағымның өтеуі осы ма еді?